Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Алманы қыс мезгілінен сақтау амалдары. Бау-бақшаңыз алма өніміне бітік болды делік. Алма жемісінің өзін ғана емес, құрамындағы пайдалы қасиеттермен бірге сақтау үшін не істеу керек? Шындығында бәрі оңай, тек кейбір ережелерді сақтасаңыз жеткілікті. Жаңа піскен алмаларды қалай сақтау керек? Алманың барлық сұрпы ұзақ сақтауға келмейді. Жазда пісетін алманы ұзақ сақтай алмайсыз, ал күзгі алманы құрамындағы дәрумендері мен дәмімен бірге жаңа жылға дейін ғана сақтай аласыз. Есесіне қысқы алма хош иісі мен пайдалы қасиеттерімен көктемге дейін қуанта алады. Дәл сол үшін қыс мезгіліне әртүрлі сұрыптағы алманы таңдаған жөн. Алманы сақтауға дайындық. Жаңа піскен алманы ұзақ уақытқа сақтардың алдында оларды мұқият сұрыптау қажет. Талдан сәл дөңбелес күйінде алынған, бетінде дағы жоқ, құстар шұқып тастамаған, құрт түспеген, құп-құрғақ, жалпы айтқанда толық бүтін жеміс қана ұзақ сақтауға жарамды. Қалған түсімді, оның ішінде жерге түскен алмаларды өңдеп сақтауға, мысалы тосап күйінде компот немесе кептіріп сақтауға болады. Сонымен алма сұрыпталды және ең жақсы үлгілері таңдалды. Енді оларды тағы бір іріктеп 3 бөлікке кішкентай, орташа және үлкен жемістерге бөліп шығу керек. Бұл не үшін қажет? Бір ыдыста ірі жемістер мен ұсақтарын сақтауға болмайды, өйткені салмақтылары кішілерін басып тастайды. Алманы сақтайтын ыдысты таңдаймыз. Алма сақтайтын ыдыс сыртқы зақымнан қорғай алатын және ауа өткізетіндей болуы қажет. Бұған сәуле түсетіндей тетіктері бар ағаш жәшіктер немесе пластик тордан жасалған жәшіктер жарайды. Ең бастысы ыдыс құрғақ және зең баспаған болуы қажет. Сабанға салынған алма да жақсы сақталады. Сонымен қатар мыж қағазға орап, тым құрығанда газетке, емен немесе үйеңкінің құрғақ жапырақтарын сеуіп сақтауға да болады. Бұған қоса ағаш жоңқасы, пеште қыздырылған құм, қарақұмық қауызы, мұқият кептірілген пішен алмаға жақсы қорған бола алады. Қағаздан басқасының амортизациялау түп негізі 2 см-ден кем болмауы тиіс. Алманы қалай орналастыру керек? Кейбір бағбандар алмаларды жәшікке салмас бұрын әр жеміске 2% хлорлы кальций ерітіндісін егу керек деп кеңес береді. Осылай өңделген және кептірілген алма солу процесіне аз ұшырайды деп есептейді. Бірақ негізінде табиғаттың өзі алманың күз бен қыс сұрыптарында ұзақ сақталуына жауап беретін арнайы қабат түзейді. Сондықтан сақтар алдында алмаларды жуу мен сүртуге болмайды. Әйтпегенде табиғаттың қорғаныш қабатын бүлдіріп аласыз. Қапталған алманы сақтауға жібермес бұрын ыдысқа белгі салып қойыңыз. Яғни кіші жемістер қайсысында, орташасы қайсысында және ірілері қайсысында сақталған белгілеңіз. Және тұтынуды ұсақ жемістерден бастаңыз. Өйткені олар ылғалдылығын тез жоғалтады. Кейін ең ірілеріне көшіңіз. Олар солуға көбірек бейім және тек орташа үлгілері ғана көктемге дейін жақсы сақталады. Егер әрине оны дұрыс сақтасаңыз. Алманы қайда сақтау керек? Алма сақтауға ең қолайлы жер ауасы жаңарып тұратын жер қойма. Алма сақталған жәшіктерді жерге емес сөрелерге қою керек. Жанында картоп, сарымсақ мен пияз жәшіктері болмауын қадағалаңыз. Мұндай көкөністермен бірге сақталуы оның хош иісіне кері әсер етеді. Өнімдерді сақтайтын жер қойманың температурасы 0 мен 7 градус аралығында болуы қажет. Ал ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70-80%. Егер жер қоймаңыз болмаса, алманы қала пәтері жағдайында сақтап көруге болады. Ол үшін алмаларды жарты килограммнан целлофан пакеттерге салып, аузын байлап, ал жанынан тілік жасап қойыңыз. Бұл желдеткіш тетік болады. Пакеттерді ең салқын жерге, мысалы тоңазытқыштың төменгі бөлігіне немесе балкон есігінің түбіне қойыңыз. Ең бастысы оларға күн сәулесі түспеу керек. Әрине сақтаудың мұндай түрі азын-аулақ түсімге ғана жарайды. Бұдан өзге әйнектелген балконда алмаларды жәшікте жоғарыда аталып өткен тәсілмен сақтауға болады. Сабанға немесе қағазға орап. Екіншісін пайдаланған тіпті ыңғайлы, өйткені бір алма шірей бастаса басқаларына жұқпайды.
Ал егер бірнеше килограмм алманы жаңа піскен күйінде сақтауға еш мүмкіндік болмаса, онда оны өңдеуге кірісіңіз. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.